Юнгтың бұл сөздері адамның ішкі әлеміне терең үңіліп, оның өмірлік жолын, мағынасын және дамуын түсінуге көмектеседі. Олар бізді өз бейсаналық әлемімізді зерттеуге, өз көлеңкемізді қабылдауға және шынайы менімізді табуға шақырады. Бұл цитаталар адам жанының күрделілігін, бірақ сонымен бірге оның шексіз мүмкіндіктерін көрсетеді. Сәлем, сіздермен Асемгүл Қаматайқызы. Бүгін сіздерге Швейцариядан шыққан атақты психолог Карл Юнгтың танымал ойларымен бөлісемін. Карл Юнг еңбектерінде адамның ішкі жан дүниесімен жұмыс істеу оның басты философиясының бірі болды. Юнг үшін ішкі әлем бұл сансыздықтың терең қабаттары жатқан, жеке тәжірибеден тыс, коллективті бейсаналықпен байланысқан шексіз кеңістік. Ол адамның шынайы менін табуы, яғни индивидуализация процесі осы ішкі әлемді тану арқылы жүзеге асады деп есептеген. Юнг былай деген: өзіңнің жүрегіңе үңілгенде ғана көріністерің айқын болады. Сыртқа қарағандар армандайды, ішке үңілгендер оянады. Бұл сөздер өзіне өзі үңілудің адам өміріндегі басты рөлін көрсетеді. Ішкі дүниемен жұмыс істеу бұл жеке өсудің, рухани дамудың және шынайы бақытқа жетудің негізгі жолы. Карл Юнгтың айтқан керемет сөздері оның аналитикалық психологиясының негізгі идеяларын, адам жанының тереңдігін және өмірдің мәнін ашады. Оның әрбір сөзі ой салып, ішкі әлемді тануға шақырады. Менің өмірім бұл менің бейсанамның өзін-өзі жүзеге асыруының тарихы. Бұл Юнгтың өзінің өмірлік философиясын қысқаша сипаттауы. Ол адамның ішкі әлемінің, яғни бейсаналық, оның өміріндегі басты қозғаушы күш екенін атап өтті. Өзіңнің қараңғы жағыңды тану бұл ең жақсы адамдар өзіңді басып, жаншып, қабылдамайтын нәрселерден басталатын саналы өмірдің бастамасы. Адам өзінің көлеңкесімен, яғни өзі қабылдамайтын, жасырғысы келетін қасиеттермен бет-бе-бет келуі дамудың маңызды кезеңі. Бұл оның толыққанды тұлға болуына мүмкіндік береді. Ең ауыр жүк бұл өзің болмау. Юнг адамның шынайы менін табуының, әлеуметтік маскалардан арылуының маңыздылығын баса айтады. Әрбір адамның өзіндік жолы, өзіндік даму бағыты бар. Адам өз бейсаналық күйін түсінбейінше, ол оның өмірін бағыттайды, яғни оны тағдыр деп атайды. Бұл сөздер адамның өз ішкі әлемін танып білуінің өмірді басқарудағы рөлін көрсетеді. Бейсаналықты тану арқылы адам өз тағдырының иесі бола алады. Сауатты адам азаптан құтылмайды, ол оны жеңеді. Юнг азапты өмірдің ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. Азап бұл өсу мен дамуға мүмкіндік беретін ұлы күш. Мен әлемдегі ең бақытты адамдарды, өзінің жүрек қалауын орындағандарды білемін. Бұл сөздер өз мақсатына жетудің, ішкі қалауды жүзеге асырудың бақытқа жетелейтінін айтады. Біз әрқашан үлкенірек болу үшін жаратылғанбыз. Юнг адамның үнемі дамуға, өзін өзі жетілдіруге деген ұмтылысын атап өтті. Бұл адамзаттың ішкі табиғатында бар қасиет. Егер адам өзін түсінбесе, ол өмірді де түсінбейді. Өзін тану әлемді танудың бастауы. Өзінің ішкі әлемін тану арқылы ғана адам сыртқы әлеммен үйлесімді қарым-қатынас орната алады. Әр адамның өмірі бұл өзінің жеке мифін табу және оны жүзеге асыру жолы.
Юнг әрбір адамның өмірінің өзіндік мағынасы, өзіндік мифтік сюжеті бар екенін сенеді. Бұл жеке даралықтың көрінісі. Біздің ішкі әлеміміз біздің сыртқы әлемімізді қалыптастырады. Адамның ойлары, сезімдері, ішкі сенімдері оның өмірдегі жағдайларын қалыптастырады. Ішкі өзгерістер сыртқы өзгерістерге әкеледі. Тек біз өзімізді толық қабылдағанда ғана өзгере аламыз. Өзін қабылдау бұл дамудың алғашқы және ең маңызды қадамы. Санасыздықтың тілі символдар. Юнг бейсаналықтың бізге түстер, мифтер, символдар арқылы хабарласатынын айтты. Оларды түсіну адамның ішкі әлемін ашуға көмектеседі. Өзіңнің ішкі дауысыңды тыңдау бұл даналықтың бастауы. Интуицияға сену, ішкі сезімдерге мән беру бұл дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Біздің жанымыз біздің ең үлкен қазынамыз. Рухани байлықтың ішкі әлемнің маңызын жоғары бағалады. Бұл материалдық құндылықтардан әлде қайда жоғары. Құдай біздің ішімізде өмір сүреді. Оны сырттан іздеудің қажеті жоқ. Бұл Юнгтің мистикалық және рухани көзқарастарының көрінісі. Ішкі ізденіс, рухани даму бұл Құдайды тану жолы. Карл Юнгтің даналық ойлары адам жанының тереңдігіне саяхат жасайды. Өзіңді танудың бастауы. Менің өмірім бұл менің бейсанамның өзін-өзі жүзеге асыруының тарихы. Юнг өз өмірін ішкі әлемді тануға арнады. Ол адамның шынайы менін табудың маңыздылығын әрқашан атап өтті. Ең ауыр жүк бұл өзің болмау. Бұл Юнгтің философиясының өзегі. Әрбір адамның өзіндік жолы, өзіндік даму бағыты бар, және оны жүзеге асыру бақыттың кілті. Юнг эмоциялардың адам өміріндегі маңыздылығын ерекше атап өтті. Адамның сезімдері оның бағыт-бағдар беретін компасы. Эмоциялар бізге ішкі әлем туралы және сыртқы ортамен қарым-қатынасымыз туралы маңызды ақпарат береді. Өз эмоцияларыңызды басу бұл өзіңнің бір бөлігіңді өлтірумен тең. Адам өзінің сезімдерін қабылдауы және оларды дұрыс өңдеуі қажет. Тек біз өзімізді толық қабылдағанда ғана өзгере аламыз. Бұл сезімдерді де, жағымсыз жақтарды да қабылдауды білдіреді. Юнг психологияны діннен бөліп қарастырмады. Ол руханилықты адам психикасының маңызды бөлігі деп есептеді. Адамның ең терең қажеттілігі бұл мән табу. Өмірдің мағынасын іздеу адамның табиғи қалауы. Біздің ішкі әлеміміз біздің сыртқы әлемімізді қалыптастырады. Адамның ойлары, сезімдері, ішкі сенімдері оның өмірдегі жағдайларын құрайды. Ішкі өзгерістер сыртқы өзгерістерге әкеледі. Әлем бұл біздің өзіміздің айнамыз. Біз әлемді қалай қабылдасақ, ол бізге солай көрінеді. Тек өзіңді өзгертсең, әлем де өзгереді деген ойды айтқан болатын. Өткенді тану бұл болашақты түсінудің кілті. Тарихты, жеке тәжірибені және коллективті мұраны түсіну адамның дамуы үшін маңызды. Даналық бұл біздің тәжірибемізбен, қателіктерімізден үйрену қабілетіміз. Уақыт бұл біздің өміріміздің ең бағалы ресурсы. Мен әлемдегі ең бақытты адамдарды, өзінің жүрек қалауын орындағандарды білемін. Бақыт бұл ішкі гармония, өзін-өзі жүзеге асырудың нәтижесі. Өмірдің мақсаты өзіңнің толыққанды әлеуетіңді ашу. Яғни бұл Юнгтің жеке тұлғаның дамуына деген сенімін көрсетеді. Әрбір сәт бұл өсуге, жаңа нәрселерді үйренуге үлкен мүмкіндік. Юнгтің бұл сөздері адамның ішкі әлеміне терең үңіліп, оның өмірлік жолын, мағынасын және дамуын түсінуге көмектеседі. Олар бізді өз бейсаналық әлемімізді зерттеуге, өз көлеңкемізді қабылдауға және шынайы менімізді табуға шақырады. Бұл цитаталар адам жанының күрделілігін,
бірақ сонымен бірге оның шексіз мүмкіндіктерін көрсетеді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сізге шын жүректен алғысымды білдіремін.